Ильяс Жансүгіров құлагер поэмасы. Адам өзінің достығымен жануарға да әсер ете алады. Құлагер өзінің адамға деген сенушілігін. Құлагер поэмасының идеясы ол өзінің серіктестігін көрсету, онымен жаңа достық жасаудың оңайлығы, қорқынышты жеңу. Осы поэмамен адамның серіктеріне деген жақындастығы мен достығын көрсету. Қазақ халқы әнші ақындар шоғырының аса көрнекті өкілдерінің бірі Ақан Қорамсаұлы. Жасынан ән жырға үйір, ол қолына домбыра алып ән салады, өлең шығарады. Жігіттік сал, серілік жорға бейімделеді. Әдемі киініп, жүйрік ат, құмай тазы, қыран бүркіт ұстайды. Қасына өнерлі жігіттерді жинап, ел аралайды. Сауық сайран құрады. Қалың елді ғажап әнімен баурайды. Бірақ сейіл серуенге шығып, саятшылық құрады. Осындай өзгеше өміріне, өнеріне риза болған халық сері аттандырады. Ақан сияқты көп қырлы, өнері бар адам дүние байлыққа қызықпаған, оны мақсатта етпеген. Оның есесіне құлагердей ат, қараторғай мен базар, ала сияқты қыран құс пен тазы ұстаған. Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ілиясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тұсымда сері болсын, пері болсын ұнайды. Өмірімен ақан маған деп, ақанға деген ілтипатын ашық айтады. Тәтті әндермен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер суреттелген. Құлагер ақан серінің сұлулығы идеалы. Менің ойымша, ақан мен тұлпар өмір ажырамас тұтастық. Себебі, оның түсінігінде ондай тұлпар енді келмес анық. Сол тұлпармен жүрек түкпіріне ұялаған әсендік, көркемдік бәрі жоғалған. Оның бұрынғыдай ән айтуы да, ел арасына жайраңдап жүруі де екіталай. Құлагерге жұмсалған айбалта ақанның өзіне тиген. Ол енді тірі өлік. Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасының толық нұсқасын поэмалар жинағынан оқи аласыздар.